Жалпы осы көбікті әрбір сабақтарыңызда ұлттық құндылықтарды балалардың бойына сіңіру мақсатында пайдалансаңыздар болады. Жалпы мына жерде оюдың 7 атасы бар. Осыны қай ою түседі, осы жерде балалар ретімен нейро ойын ретінде пайдалансаңыздар болады, не болмаса түрлі рубрикаларға пайдалануға болады. Сонымен қатар біз өз қолымыздан сандықшалар тапсырдық. Және де мен бүгін жалпы іріктеуге қатысты осындай ұлттық аспап, ұлттық құндылықтарға, тағамдарға, барлық нәрселерді осындай сұрақтармен және де аспаптарға негіздеп отырмын. Сіздер білесіздер, мен осы уақытқа дейін қанша авторлық оқулықтар жазып қарастырған. Бүгін балалардың жалпы диагностика парақшасын, яғни мен бүгін андай буклет түрінде балаларды жасап көрсеттім. Мұнда жалпы баланың қаншалықты қабілеті туралы берілсе, және де ол осы уақытқа дейін қатысқан іс-шараларының қорытындысы, және де ата-аналарға мотивация болсын деп, ата-ана мен бала арасындағы түрлі іс-шараларды